Қайырлы күн баршаларыңызға. Қайырлы күн. Жалпы бұл влогта SDUCAP турнирінің қандай қызықты оқиғалар болды, кім жеңді, немесе қандай естеліктер болды сынды оқиғаларды осы влогта жинақтауға тырыстық. Егер сіздер үшін бұл қызық болатын болса, соңына дейін тамашалаңыздар. Ты сказала им, что я обожал всех. Сәлеметсіз бе? Қай қала, қандай клуб? Алматы Альма-Матер Асфендияровтан келіп тұрмыз. Ашылу салтанаты қалай өтті? Менің ойымша, СДУ былай турнирлар бойынша бірінші орында. Былай это надо принять уже бар ғой, оны біз айтуымыз керек. Ашылу салтанаты на высшем уровне өте күшті өтті, не соны айтып кеткіміз келген. Сол сіздерге рахмет өте. СДУ кап құтты болсын. Турнир өте жоғары деңгейде, маған ашылу салтанаты қатты ұнады. Біз қазір төрешіліктен шықтық, біздің төрешілігіміз тема болды. Эмалдар тема ойнап қояды екен. Бәріңіздерге сәлем. Біз Фемида пікірсайыс клубынан келіп отырмыз, Жамбыл облысынан. Бізде ең алғашқы раундта біз екінші ранг алдық. Өте қызық ойын болды, атмосферный. СДУда өте локациялар көп, өте қызық өтуде. Және де біздегі болған қателіктер маңыздылықта болған болады. Енді біз келесіде осы нәрсені жұмыс жасап, келесі ойында бірінші ранг алуға үміттіміз. Турнир ұнап жатыр. Бәрі керемет. Салтанат зор болды. Би прям ұнады. Төрешілік өте ұнады. Рахмет. Біздің турниріміздің қозғаушы күштері қан тамырлар секілді бір турнирге бір қуат беріп тұрған. Бұл кісілер болмаса шын керек турнир өте керемет өтпейді. Сондықтан осы кісілерден сұхбат алсақ. Сәлеметсіздер ме? Барлығы жаспандарымыздың арқасы. Кеше күні бойы жүгіріп, таңертең 4-ме, 3-ме күтіп алуға барып, кеше түні бойы оформление жасап, бүгін таңертең мен ерте келіп бәрі молодец. Барлықтарына сәлем, қалайсыздар? Бізде барлығы өте жақсы деңгейде болып жатыр. Қазіргі таңда бізде бірінші раунд. Бұйырса өте күшті деңгейде турниріміз өтеді деген ойдамыз. Менің өмірімдегі ең алғашқы дебат турнир. Бүгінгі ойын барлығына ұнайды деп ойлаймын. Осы жерде дебат клубтың мүшесі ретінде SDUCAP-қа өзімнің үлесімді қосып жүргеніме, қызметімді атқарып жүргеніме өте қатты қуаныштымын. Бұйырса SDUCAP өте жоғары деңгейде өтеді деген ойдамыз. Біз қазір ұйымдастырушылардан Норм Сүрем атты ойнамақшымыз. Бірге білейік ойын туралы қандай көзқараста екен бұл кісілер. Бірінші, екі клубтың бірге бір кейсі талдауы. Норм Сүрем. Стрём. Екінші, ойыншылардың ойыннан кейін отводқа келуі. Норм. Егер ол ашық раунд болса, не норм, ал ойын біткеннен кейін норм. Норм, Мынандай нәрсе SDUCAP-тың мақұл өбесін жемей кету. Стрём. Бұл күнә. Ойынды 5 минут кешік бастау. Стрём. Регламентке сымай қалады стрём. Қазір тағы бір ойын шықты. Болды, болмады. Қазір мен сұрақтар қоямын, ол сіздің өміріңізде болды немесе болмады деген секілді жауап берсеңіз болады. Турнирге дайындалмай келіп, тіпті іріктеуге де плей-оффтан өту. Болды. Мектеп лигада бізде нархозда өтілген турнирда вообще дайындалмай ұйықтап қалып, бірде 2-ге өткен болатынмын. Сондағысы 4-ші орынға иелендік. Менде тоже бір екі сұрақ бар. Тағы егін осыған ұқсас сұрақ бар дегенім. Турнирге ұйықтап қалу. Так, жоқ, болмады. SDUCAP-та төреші болу. Болды. Тамаша. Осымен аяқталды. Рахмет. Қалайсыздар? Бізде бүгін SDUCAP 2025 республикалық турнирімізді аман есен өткізіп жатырмыз. Бізде табекетке жауап беретін самый топ ханым ол Айзерешка. Что там, Айзереш? Күшті болды, тема болды. Қандай қиындықтар болды? Кішкене форс-мажор. Шүкір, бірақ нормально. Бізде бүгін видеоны түсіріп жатқан Нұртас мырза, бұл влог. Қазір біз барлығымыз бірге 3-ші раундтың ойынына кіріп көрейік, жүріңіздер кеттік. Қателеспесем, мұнда төреші Арсен мырза. Еще бізде Арслан мырза, фотограф.
кайсы арслан? Нашар. Неге? Ұйқым кетіп тұр. Ана жас буындарымыз ұйқысы келсе де жұмыс істеп жатыр. Так, Арсен мырзаның төрешілігіне кіріп көрейік, ойынына. Бізде Арсен мырза менің телефонды телефоны жоқ болып алып кеткен, короче. Қазір ойынға кіріп көріңіздер, давайте. Бүгін екінші күн Зукап турнирінің бүгін іріктеу раундтардан кейінгі плей-офф ойындары. Бүгін иншалла ойыншылар, қатысушылардың барлығы өздерінің бақтарын сынап көреді. Сондықтан бүгін иншалла финалда ең мықтының мықтысын анықтайтын күн. Сондықтан бүгін сәтті немесе бір ерекше болады деген үміттеміз. Ендеше кеттік. Сіздерден кішігірім сұхбат алсақ. Мен Шымкенттенмін, көреміз фракциясы. Турнир керемет. Қандай наразылықтарыңыз бар немесе? Мектеп лиганы бөлсе ма? Әрине, ұйымдастырушыларға әрине бір ескерту. Мектеп лиганы екіге бөлсе өте керемет болушы еді деген бір ұсыныстар бар. Лига студенттеріне, оқушыларына ұсыныс жасайсыз ба? Келесі жылы өзім келем, 11 оқимын, сол кезде клубты алып кетемін. Сіздерде не қызмет болып жатыр Эздукапқа қатысты? Ешқандай. Өтірік айтады. Бұл ханым өте маңызды жұмыс, кешеден бері тебекетте отырды. Мен дизайнда біз до турнира қайтеттік. Қазір нормально, просто так LED экранды ауыстырып, қарарларды шығарып. Всем привет, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Дильназ. Сұхбат жүргізетін баламыз биылғы Эздукап турнирі қалай болып жатыр? Өте керемет, маған тематика ұнады, және сол тематикаға байланысты болып жатқан әрбір деталь. Сол үшін ұйымдастырушы Айша ханым мен тағы Аржан ханымға алғысым шексіз. Эзудағы ең ұнаған нәрсе маған ол төрешілікке алдына крэш бере алу. Осыған дейін ешқандай турнирде болмаған нәрсе деп ойлаймын. И осы маған ұнады, типа сен максимально турнирді әділ өтуіне бір үлес қосып жатқан нәрсе ретінде. Рахмет, сәлем барлықтарыңызға. Өте күшті турнир, асыға күтеміз. Әр жыл сайын осы турнирге асығамыз. Барлығы жақсы, әділ төрешілік үшін, жалпы ұйымдастырушылық моменттер үшін сіздерге мың алғыс. Биылғы Эздукап турнирі қалай өтіп жатыр? Сізге рахмет айтып жатыр барлығы. Да, Эздукап турнирі жақсы өтіп жатқан сияқты. Яғни мен өзім баға бергенім қалай болады екен, бірақ қатысушылардың айтуынша ұйымдастырушылық жақсы болып жатыр. Төрешілікке де байланысты. Сол ойындарда деңгей өте күшті болып жатқан сияқты. Повернеші? Бірінші ойын ол 10-10 деген ойын. Ол 10-10, бірақ турнирде ұйықтап қалған. Норм, 10-10. 3. 6. 10-10. Бұғанда не пайда, если румға келіп төрешілік етпесе, ұйықтаватса ол кезде. Ол 10-10, бірақ іріктеудің қырларына дайындалмай керек. Стрёмға 0, дайындық важнее тәжірибеден. Ол 10-5. Білмеймін, егер оның нәтижесі мықты болса, нормально. 10-10 бола береді. Қатты төмендетіп бәк қойын, 5-7 ма, просто өзім сондаймын. Бүкіл дебатер сондай, өтірік айтпаймын. Байқалып, 2-3 күн бұрын бір қара жазып қоятын шығар, тәзис жазып қоятын шығар. Ол 10-10, бірақ өзінің жеңілгенін мойындамай, әрқашан атуатқа келе береді. -2 деп ше. Бұл норма? Ол 10-5. 10-10, бірақ қандай болып еді жаңа? Ұмытып қалдым ғой. Дайындалып келіңдер 0. Болды, болмады. Турнирдің іріктеу қарарларына ұйықтап қалып, бәрі сізді 1045 рет звондаған кез болды. Бүгін, кеше точнее 11 рет звондады. Ең кез болды ма? Болмады. Ұйықтап қалдым, бірақ ол менен кейін тұрды. Болмады. Сіздің спикеріңіз ұйықтап қалып, өзіңіз қалай деп еді? Бір рет қалай деді? Болды. Бүкіл адамдарға туреке шығам деп әйтеуір автор кеткен кез. Үнемі. Көп жақтырамын мен адамдарды. Потому что Неге уәде бересіз? мен уәде бермеймін, мен жарайды деп айтамын. Более жеңіл өтіп жатыр былтырғы Эздукапқа қарағанда, потому что былтыр көбірек қиынырақ болған. Дебаттағы ең алғашқы жеңісіңіз есіңізде ме? Ең алғашқысы есімде жоқ, бірақ ең маңызды жеңісім есімде.
ол менің 11-ші сыныптағы соңғы турнирдағы алған кубогым, финалдағы жеңісім, иә. Өте қызық болған. Ұнаппын. Күшті. Бұл біздің Бұты ханым. Бұтылар осылай жүреді. Былтырғы СДКаптың биылғы СДКаптан айырмашылығы. Мысалы, былтыр мен гид болып жүрген есімде. Осы жылы бұтымын. Былтыр маған қиынырақ болған сияқты, не үшін екен андай өзімшілдіктен емес, но білмеймін, былтыр көбірек андай қиын ба, или мен біртүрлі эмоциялар сезініп қойдым ба былтыр. Но шүкір осы жылы күшті жатыр, өзімнің буындастарыма, жас буындарыма рахмет айтам. Барлығы қол ұшын созып көмектесіп жүргеніне, төрешіліктері тоже күшті бәрінің. Дебат. Любой жерде өз правамды отстаивать етуді үйретті, сөйлеуді үйретті. По идее, андай көбірек маған сенімділікті берген осы дебат сияқты. Және бата болуды үйретті. Ол да бар. Рахмет. Сау болыңыздар. Өзімді влогта күтемін. Жақсылық жасаудан жарысақ, өзге ұлттың аға буындары, өздеріңіздің студент балапандарыңызды қолдаңыздар, қорғаңыздар. Тәтті бұрынғы қателеспесем, осы сахнада маған координаторлық посты тапсырған болатын. Содан бері 1 жылдан астам уақыт өтіп кетті. Осы 1 жылдың ішінде қызығы мен қиыншылығы толы өте күшті жылдардың бірі болды. Менің маман келесі жылы бұйырса біз дебат деңгейіне қарайтын бөлек бас тренер деген функцияны енгізбекшіміз. Мен осы келесі жылғы СДУ Қазақ дебат клубының дебат деңгейіне жауап беретін бізде орта буын Қасымбек Беғадил мырза. Махаббат ханым сияқты немесе оның алдындағы осы посты атқарған координаторлар секілді жақсы дәрежеде алып шығамын деген. Барлықтарыңызға рахмет.